1 сәуірден бастап не болады? Тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басыңыз. 1 сәуірден бастап мұғалімдерді жұмысқа қабылдау жүйесі өзгереді. Қазақстанда педагогтерді жұмысқа қабылдау жүйесі автоматтандырылады. 1 сәуірден бастап оқу министрлігі ұлттық білім беру деректер қорында педагогтерді мектепке жұмысқа қабылдау бойынша жаңа модуль іске қосылады. Сондай-ақ педагогтерді аттестаттауға құжаттар тапсыру бойынша автоматтандыру енгізілуде. Енді педагогтердің барлық мәліметтері педагог платформасы модулінде жинақталады. Мұнда педагог туралы оның білімі, денсаулық жағдайы, жұмыс тәжірибесі, құқық бұзушылықтар, аттестаттан өту, марапаттар және тәлімгерлік пен цифрлық құжаттар туралы электрондық ақпарат сақталады. Ашықтық пен есептіліктің болуы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте басты рөл атқарады. Осы модульдерді енгізе отырып, педагогтерді жұмысқа қабылдау кезінде қағаз жүзіндегі құжат айналымы және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін толық жою жоспарлануда. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық.